Түнгі Алматы, жарқыраған сахна, жүздеген адам қол соғып тұр. Бүкіл әлем оның атын естиді деп сенді. Анеш, даусымен жүректі тербеткен қазақ қызы. Голливудта 5 медаль жеңіп алған, ақш-та альбом жазуға келісімшарт алған. Арманы әлемдік сахнаға шығу еді. Бірақ 2008 жылы бәрі кенет өзгерді. 2 қыркүйек Анна мен оның продюсері Георгий Бармин жоғалып кетті. Ал бірнеше күннен кейін бүкіл елді дүр сілкіндірген қорқынышты ақиқат ашылды. Бұл әнші Аннештің аяқталмай қалған өмірінің тарихы. Анна Олег қызы Шейдер 28 қараша 1987 жылы Теміртау, Қарағанды облысында дүниеге келген. Аннеш сахна есімімен танылған қазақстандық әнші. 2007 жылы Голливудта өткен әлемдік орындаушылық өнер чемпионында 5 медаль жеңіп алған. Ол кәсіпкер Георгий Барминмен қарым-қатынаста болған. Бармин әншінің продюсері де еді. 2008 жылдың 2 қыркүйегінде екеуі ұрланып, 5 қыркүйекте өлтірілді. Қылмыскерлердің негізгі мақсаты Барминнің ақшасы болған. Ал Шейдер кәсіпкерге психологиялық қысым жасау үшін кепілге алынған. Аннаның әкесі вокалды аспаптық ансамбльде соло гитарда ойнап әндер жазған. Ол қызы 3 жасқа толғанда қайтыс болған. Анасы Надежда Касенова бала кезде хорда ән айтып, домбыра тартқан. Отбасында Аннадан бөлек інісі Виталий тәрбиеленді. 16 жасқа дейін туған қаласы Теміртауда тұрған. Нөмір 27 мектепті және фортепиано сыныбы бойынша музыка мектебін бітірген. 6 жасынан бастап ән айтып, би билеумен айналысқан. Алғашқы сахналық өнер көрсету Теміртау мәдениет сарайында өтті. Мектеп жылдары түрлі байқауларда жүлделі орындар алған. Алматыдағы Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының эстрадалық вокал бөлімінде оқып, 4 курсқа дейін білім алған. 2004 жылы Қарағанды облысында өткен Сары арқа жұлдыздары байқауында Аннеш лақап-атымен жеңімпаз атанды. Осы байқауда оны кәсіпкер Георгий Бармин байқап, кейін әншінің демеушісі әрі продюсері болды. Көп ұзамай екеуінің арасында махаббат, қарым-қатынасы басталды. 2004-2005 жылдары Шейдер Қазақстандағы Суперстар KZ жобасының 2 маусымында үздік 5-ке енді. 2007 жылы Мәскеуде өткен Жаңа толқын халықаралық байқауының топтық жартылай финалына қатысты. Сол жылдың тамыз айында Голливудтағы әлемдік орындаушылық өнер чемпионында 2 алтын, 2 күміс және 1 қола медаль жеңіп алды. Сонымен қатар ол АКГ микрофон бренді мен JBL дыбыс жазу компаниясының жарнамалық тұлғасы болып танылды. ақш продюсерлері оған ағылшын тілінде альбом жазуды ұсынған. Кейін Алматыда Махаббат плюстері атты жеке концерттік бағдарламасын таныстырды. Бағдарламада орыс, қазақ және ағылшын тіліндегі әндер орындалды. Концерт кезінде дауыс желбезегіне зақым келтіріліп, кейін Мәскеудегі үлкен театр емханасында ем қабылдаған. 2008 жылы Гонконгта оның «Сенің көзіңнің мұхитында» әніне бейнебаян түсірілді. Бұл әншінің жалғыз клипі болды және ол қайтыс болғаннан кейін жарияланды. ақш-та өткен чемпионат кезінде Аннаны америкалық композитор әрі продюсер Шелли Сондхайм байқап, онымен ағылшын тіліндегі дебюттік альбом жазуға келісімшарт жасады. Альбом 2008 жылы шығу керек еді. Жобаға композитор әрі дыбыс режиссері Роберт Теппер де қатысқан. Альбом жазбалары 2008 жылы басталды. Алғашқы сессия Берлинде өтті. Кейін Женевада британдық музыкант әрі продюсер Фил Коллинзидің студиясында тағы бірнеше ән жазылды. Батыс нарығында әнші Аннеш есіммен таныстыру жоспарланған еді. 2008 жылдың 2 қыркүйегінде
ұрланған күні Анна анасына Барминмен бірге қысқы сапарға кететінін айтқан. Олардың Швейцария мен ақш-қа билеттері болған, бірақ арада 3 күн өткенде екеуі де қаза тапты, ал альбом жарық көрмей қалды. 2008 жылдың қазан айында Алматының музыкалық ортасы әншінің жоғалып кеткенін талқылай бастады. 2009 жылдың 7 қаңтарында ерлі зайыптылардың мәйіттері табылды. Анна Шейдер 19 қаңтарда Теміртау қаласында жерленді. Қазақстан жоғары соты қылмысты ұйымдастырушыларға 23 жылдан 25 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Тергеуден жасырынып жүрген тағы бір қылмыскер 2010 жылдың желтоқсанында ұсталды. Энеш, ол бар болғаны 20 жаста еді. Алдында үлкен сахна, әлемдік мансап, жаңа альбом, үлкен армандар тұрды. Бірақ тағдыр бәрін басқаша шешті. Оның әндері толық шықпай қалды. Арман еткен альбомы жарық көрмеді. Бірақ Энеш есімін Қазақстан ұмытқан жоқ. Кейде ең жарқын жұлдыздар ерте сөнеді. Бүгін біз Энешті тек әнші ретінде емес, арманы аяқталмай қалған адам ретінде еске аламыз. Жатқан жері жайлы болсын. Достар, осындай оқиғалар сіздерді қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.